Баршаңызға қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен орама нан, яғни ханымның рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ұнымызды дайындап аламыз. Үстіне жұмыртқамызды саламыз. Суымызды құямыз. Тұзды қосамыз. Және де бір ас қасық су майымызды қосамыз. Ең алдымен қасығымыздың көмегімен, одан соң қолымызбен қамыр илейтін боламыз. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер, өте дәмді, сулы болып шығады. Құрамын описание бөліміне қалдыратын боламын. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, қолдап кетіңіздер. Қамырымыз дайын болды. Пакетке салып, яғни демалуға қойып қоямыз. Қамырымыз демалғанша салмасын дайындайтын боламыз. Асқабақпен жуа қажет болады. Асқабағымызды осылай теркадан өткізіп аламыз. Үстіне ұсақтап туралған жуамызды саламыз. Дәміне қарай тұзымызды қосамыз. Қара бұрышымызды, содан соң қызыл бұрышымызды қосамыз. Үстінен сұйық майымызды құямыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Тағы да қандай рецепттер күтесіздер, астына комментарийға қалдырып өтсеңіздер. Барлығын жақсылап араластырып алдық. Енді қамырын жаятын боламыз. Демалып тұрған қамырымызды пакеттен шығарып, тура ортасынан бірдей екі бөлікке бөліп аламыз. Ұнымызды сеуіп отырып, қамырымызды жаямыз. Қатты қалың емес, қатты жұқа емес. Қатты жұқа болса да жыртылып кетеді. Орташа көлемде, дәл видеодағыдай жайып аламыз. Сұйық майымызды құйып, жақсылап майлап аламыз, бүткіл жеріне жеткізіп. Салмамызды салып, жақсылап барлық жеріне бірдей қылып жайып шығамыз. Барлық қамырымызды дәл осылай видеодағыдай жайып, салмасын салып ораймыз. Дайын болған орама нанымызды, листімізді майлап орналастыратын боламыз. Листімізді майлауды ұмытпаңыздар. Дайын болған орама нанымызды манты қазанымызға орналастырып, 25-30 минут аралығында пісіріп аламыз. Керекті заттарын, құрамын описание бөліміне қалдыратын боламын. Үйде жасап көріңіздер. Өте дәмді, прям сочный болып шығады. Өте оңай әрі тез жасалатын тағамдардың бір түрі. Видеоны соңына дейін көріп, жасап көрген болсаңыздар, комментарий қалдырып, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.
Соңына дейін менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Ал бізге ас болсын.